саламатсыздарма? Құқықтану білім беру бағдарламасының білім алушылары. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз адвокаттың ораторлық өнерінің негіздері және адвокаттың соттық сөйлеуі. Яғни қаралатын сұрақтар: адвокаттың ораторлық шеберлігінің маңызы, қорғау сөзін құрудың шеберлік негіздері, қорғау сөзінің коммуникативті қасиеттері, адвокаттың сөйлеу мәдениетін анықтайтын қырлары, яғни анықтылығы, дұрыстылығы, логикалығы, орынды болуы, нақтылығы, эмоционалдығы және экспрессивтілігі және дербестігі. Адвокаттық сөйлеу мінез-құлқының этикасы, адвокаттың ораторлық өнерінің техникасы, сөйлеу ықпал ету құралы ретінде. Енді адвокаттардың қорғау сөзі дегеніміз ол ең жаңа қажетті деректерді тез жеткізудің бірден-бір тәсілі болып табылады. Өйткені сот жарыс сөзі үшін қажет тиімді, кесімді сөздерді нақты, дәл жеткізіп, оны іске қатысушылардан бұрын айыптау жағы, прокурор мен сотқа ақиқатты ашуға, заңды тұрғыдан әділ үкім шығаруға негіз болу қиын мәселе екені белгілі. Сондықтан да осы озық та білімді адвокат қорғаушының сөзі олар үшін қашанда дайын болу керек. Жалпы ережелерді нақтылай отырып, адвокаттар қорғау сөзінің мақсаты дегеніміз ол тыңдаушыларды нақты бір іс саласына жетелей отырып, оны осы процестің негіздерімен, сипаты мен орындалу амал тәсіліне, мақсаты мен ниетіне терең талдау жасау және болған жағдайды, оқиғаны толық қайта қалпына келтіру. Және екінші мақсаты ол қылмыстың жеке бөліктеріне тиісті баға беру және сотқа қатысушы тұлғаларға талқыланып отырған істің мазмұнын терең түсінуге және шығарылған үкімнің қаншалықты әділ шығуына көз жеткізулеріне мүмкіндік беру болып табылады. Кәсіби шеберлігін шешендік өнер, яғни сөйлеу өнерімен жалғастыра, сабақтастыра отырып, адвокат қорғаушы нақты бір жүйеге құрылған, мән мазмұнға бай, сауатты сөйленген сөз ғана сот төрелігінің әділ шығарылуына кепіл бола алатынын дәлелдейді. Процесс барысында адвокат сотқа қатысушы тұлғаларға алдымен қылмыстың неге, неліктен болғанын, сотқа нені қалай дәлелдеген екенін, соңғы жетістіктермен таныстырып, қазіргі мәселелерді, яғни соның ішінде сот шешіміне қалайша әсер еткен дұрыс дейтін сұрақтарға жауап іздеп, осы нақты айналысып жүрген сотталушы мен жәбірленушінің жеке тұлғалық мінездемелері, қылмыстың жасалуына түрткі болған мән жайларға талдау жасау және жазалау шаралары туралы өз ойлары мен азаматтық талапты қамтиды. Өзі айналысып жүрген зерттеулермен таныстыру арқылы ол тыңдаушыны қылмыстық істің бір белгілі саласына жетелеп, олардың оған деген ынтасын көтереді. Қорғау сөзінің мазмұнын ол шешендік тұрғыда баяндай білу адвокат үшін ең негізгі шарт болып табылады. Өз міндетін орындау үшін адвокаттың қорғау сөзі мынандай талаптарға жауап беруі керек. Яғни дәйекті де мазмұнды, тартымды, ал адвокаттың өзі заң саласындағы ілімді жетік меңгеріп қана қоймастан, үлкен мәдениеттің иесі болуы тиіс. Қорғау сөзі ол адвокат қорғаушылар мен айыпталушының өзін өзі қорғау үшін ең бір маңызды кәсіби және жауаптың міндеттің бірі болып табылады. Қорғау сөзінің шеберлігін меңгермеген адвокат жақсы қорғаушы бола алмайды.
Ол өз әріптестері арасында бедел мен құрметке ие болмайды. Қорғау сөзі маңызды болу үшін адвокат қорғаушыдан алдымен өз саласы бойынша терең білім мен өз қарауындағы істі еркін меңгеру, міндеттерді айқын сезіну, сол істің маңызы мен тарихын қазіргі уақытқа сай анықталған нақты мән жайларды заң тұрғысынан бағалау, істің зәру мәселелері мен болашағын білу талап етіледі. Адвокат қорғаушының жалпы мәдениеті оның жан-жақты сауаттылығы, жалпы заң білімі, философия саласындағы салиқалы ой өрісі, көзқарасы, қылмыстық жазаны қолдануға байланысты немесе одан адалау жөніндегі тұжырымы, сондай-ақ қорғау әдістері, сөйлеудің айқындылығы мен тазалығы, сөз байлығы мен өз тәжірибелерін меңгеруі аса маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Адвокат үшін қажетті үшінші шарт ол қорғау сөзін құрастырып, және оны ауызша айта білу, шеберлігін меңгеру, үлкен сот залын басқара білу, іске қатысушылардың іске деген шабытын оятып, олардың ынтасы мен назарын аудара білу, өз ойын анық та қызғылықты түрде жеткізу керек. Жақсы адвокат тек қорғаушы ғана емес, сонымен қатар ол тілмаш та, шешен де, әңгімеші де, заңның үгітшісі де, өзінің қорғауындағы айыпталушысына әрі дос, әрі аға, тәрбиеші, көзқарасты қалыптастырушы, парасат пен ішкі дүниенің жетекшісі, яғни жақсы істері үшін ол үлгі болуы тиіс. Жүйелік, лайықты көлем және қорғау сөзінің әрбір жеке бөлімдерінің сабақтастығы, яғни табысқа жетудің бірден бір кепілі болып табылады. Қорғау сөзі кіріспеден, мазмұндаудан және қорытындылаудан тұрады. Бірдей істер бойынша да оның құрылымы әртүрлі болуы мүмкін. Бұл мәселе де адвокат қорғаушының шеберлігі мен басты сұрақтарды, ұсақ түйек және қосалқы сұрақтардан екшей білуінің мәнісі өте үлкен. Қорғау сөзінің құндылығы ол адвокат қорғаушының өз қорғауындағы айыпталушымен араласа жүріп, өзара тығыз қатынас орната білуінде болады. Егер түсініксіз болса, кез келген уақытта адвокаттың көмегіне арқа сүйеуге болады деген ұғымның өзі үмітке жетелеп, қабылдау түйсігін арттырады. Қорғау сөзі адвокатқа таным процесін шебер басқаруға мүмкіндік береді. Бұл мәселеде айыпталушының өз бетінше жеке шұғылдануы адвокаттың қорғауымен бәсекелесе алмайды. Қорғау сөзіне жүктелген бүкіл материалды бейнелеуші, баяндаушы және түсініктеуші етіп жүктеуге болады. Бейнелеуші және баяндайтын бөлімдердің ешбір қиындығы жоқ. Оның дайындық ретінде қысқаша түрде сот процесінің үстінде айтып өтуге болады. Сол арқылы адвокат жаппай қайталап айтып беруден құтылып, тыңдаушылар назарын негізгі іс бойынша күрделі мәселелерге аударады. Бұл орайда бұл кезде уақытты үнемдеуге болмайды. Өйткені іске қатысушы тыңдаушылар көптеген ұғымдардың арасындағы өзара логикалық байланысты меңгеруі тиіс. Сол сабақтастықтың бір желісін қалт жіберу мұң емес. Олардың бұл құрылымды ұғынуына нұқсан келтіреді. Сонымен қорғау сөзі ол сот өндірісінде, оның ішінде сот жарысөзінде жетекші рөл атқарады. Алайда олардың мән маңызы жағдайға
байланысты бірдей емес. Адвокат қорғаушылардың міндеті сотта сөйлеу шешендік өнер деңгейін үнемі жоғары ұстап, шеберлікті шыңдай түсуге тиіс. Назарларыңызға рахмет.